Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Есқазықызы. Бүгін сіздермен магнийдің ағзаға қаншалықты пайдасы бар, және де магний қандай тағамдарда көп, және де егер магний тапшылығы болатын болса, қандай клиникалық өзгерістер болатындығы туралы толығымен айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан міндетті түрде подписка жасап алыңыздар. Ал енді магнийдің ағзаға жасайтын рөлі туралы айтайық. Магний біздің ағзамызда 300-ден аса фермент алмасуына қатысады екен. Өзіңіз ойлаңыз, 300-ден аса фермент деген сол зат алмасуға қатысатын заттар, то есть өте үлкен ауқымды жұмыс атқарады магний. Ол туралы соңғы зерттеулер арқылы сіздерге айтып отырмын. Осы сайттан сіздер өздеріңіз оқып шықсаңыздар болады. Біздің ағзаға магнийдің қаншалықты қажет екендігі туралы бұл зерттеулерде толығымен жазып өткен. Сондықтан өздеріңіз описанияға өтіп, ссылкасы арқылы оқып шықсаңыздар болады. Енді фермент алмасуынан бөлек магний бізде бұлшықеттердің жиырылғыштығына жауап береді. Бұлшықеттер мен нервтің ортасында зат алмасуға жауап береді. Жүректің жиырылуына жауап береді. Және де магний бізде артериалды қан қысымының реттелуіне, энергия бөлуіне жауап береді. То есть действительно өте ауқымды қызмет атқарады. Сондықтан егер ағзада магний тапшылығы болатын болса, әртүрлі клиникалық көріністер болады. Оның ішінде ағзада, әсіресе аяқ-қолдарда тырысулар болуы мүмкін бұлшықеттерде, және де аяқ-қолдарда ұю сезімі, мурашки дейді, бір нәрсе жүрген сияқты сезім болуы мүмкін. Жүрек қан-тамыр жүйесінде аритмия болуы мүмкін, яғни жүректің ритмі бұзылуы мүмкін, ЭКГ-да әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Және де асқазан ішек жолдарында бізде жаңағыдай жүрек айну, аппетиттің төмен түсуі, құсу сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Одан бөлек магний тапшылығы болатын болса, судороги болуы мүмкін жаңағыдай адамда. Және де көптеген басқа да клиникалық көріністер береді. Сондықтан ағзада міндетті түрде магнийді біз реттеп отыруымыз керек. Магний бізде ересек адамдарда, ер адамдарда 420 мг қабылдау керек. Әйел адамдар 320 мг бір тәулікте қабылдап отыру керек. Магний әртүрлі тағамдарда жаңағыдай әртүрлі количествода болады. Енді магнийге бай тағамдарға бізге бірінші зелень жатады. Зелень деген сол көк шөптер, екінші көкөністер. Одан кейін барып ет, балық, және де сүтті өнімдер магнийге бай болады. Дәнді дақылдар, оның ішінде необработанный крупы дейді ғой, яғни обработкаға түспеген дәнді дақылдарда тоже магний көп болады. Бізде ағзаға 10% магний судан түседі екен. Одан бөлек магний тағы да фрукты да көп, және де жаңағыдай орехтарда көп болады. Сондықтан осы тағамдарды рациондарыңызға қосып, магнийдің деңгейін бақылап, егер сіздерде осындай клиникалық көріністер болатын болса, міндетті түрде магний деңгейін тексеріңіздер. Осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, видео сіздерге ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Және осы мен айтып кеткен клиникалық көріністер сіздерде байқалған болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Видеомен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Есқазықызы. Ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар.